Не істейміз? Қайтып азаттыққа шығамыз. Осыншама саяси сауатты нәрселерді айттың, шығар жолды айт деп сұрайды. Мен осы сұрақты қойған адамдарға мен таңырқаймын. Саяси сауатты бол, үгіт насихатты күшейтеді. Айналаңа адамдарды жина, әрқайсың 1000 қазақты жина, әрқайсың 100 қазақты жина, 60 апа 70 жездеңді жина, құда, жекжат, нағашы, жиен, дос жаранды жиналып, бәріміз біріміз ұйымдасып, бәріміз бірігіп, ең соңында бүкіл жұрт болып, бүкіл ел болып, мынау кәдімгі орыстың қуыршағы Тоқаевты аударуға бейбіт ереуілге шығамыз. Армияға дейін ұйымдасып, армияны да өз тарапымызға алып аламыз. Сөйтіп ең соңында бұл жүйені тас-талқан қылып құлатамыз. Басқа амал жоқ. Саяси өзгеріс жасау керек Қазақстанда. Саяси өзгеріс жасамай, Қазақстанда ешқашан жақсылық болмайды. Не істейміз дейді. Не істейтінді айтып отырмын. Әр қазақ тыңдап алып, жаңағы қазір тыңдап алып, үйіңде тып-тыныш жатып, ай-пай айтып жатыр енді. Мына қазақ оянбайды деп қойып, өтіп жатсаң оянбайды. Сен қанша қазақ жейдің айналаңа? Ой, қазаққа айтсам, топқа бір-екі рет лақтырсам, сонымен қазақтар боқтап тастады, болды. Сол ма сенің айтатының? Жоқ. Біз осы жолда сотталдық та ғой. Қазақтың мүддесін қорғаймыз деп, сотты да, істі де болдық қой. Жалалда болдық. Туыс туған безіп кетті, жолдас жора безіп кетті. Көшеде көргенде сәлемдесуден қорқатын деңгейге барды. Бірақ Құдайдың сүйікті құлдары, Құдайдың ақиқатшыл, шыншыл құлдары өз-ақ айналамызға өз-ақ жиналды. Ал Құдайдың жаратқан кезде сорлығып жаратқандары, көкірегінде ақиқаты жоқ құлдары, олар өз-ақ қашып пысып жоғалды. Міне, ол солай. Егер кімде-кім Құдайдың сүйікті құлы болатын болса, ол абсолютті түрде, ол ақиқатқа бейім болады. Енді неден қорқасың? Айналаңда кететін жолдас, егер ол кетуге тырысып тұрса, кетсін. Ал келетін жолдасты Құдай өзі-ақ қосады. Міне, әңгіме қайда жатыр. Сондықтан қалың елім, бұл жерде үлкен әңгіме бар. Ұлт мүддесі жолында еңбек ету әр қазақтың міндеті. Ойламаңыздар, бір-екі қазақ мен сияқты зарлап, жылап, еңіреп, күні-түні әртүрлі тақырыптан лекция айтып, сөйтіп жүріп оятады екен, болды сонымен дөп. Сенің де міндетіңіз, сіздің де міндетіңіз. Апа, 70-80-дер қарт апа, сіздің де міндетіңіз. Отырып, дастарханда, келін түсіруде, құдалықта, қоржын ашарда, сіз де әңгімені жіберіңіз. Мынау жастардың жағдайын жасау керек деп бастаңыз. Міне, олар да сөйсін. Аталар, ағалар, әпкелер, жезделер, жеңгелер, барлықтарыңыз. Сөйтіп әркім еңбектену керек. Мысалы, әркім өзінің жанын өзі бағып жүр ғой. Сөйтіп отбасын асырап жүр, е? Тура сол сияқты ұлт мәселесі де сондай. Ұлт біздің үлкен отбасымыз болса, онда осы үлкен отбасымызды асырау үшін бір ғана адам жұмыс істемейді ғой. Бәріміз жанталасып, жан-жағымыздан жұмыс істейміз. Тура сол сияқты. Бәріміз жан-жағымыздан жұмыс істеп, сөйтіп қана мына елді құтқара аламыз. Басқа амал жоқ, айналайын қазағым. Басқа ешқандай амал жоқ. Жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.